Сәлем достар, біз бүгін екі осындай супты жасайтын боламыз, рамьонды. Одан соң менде тұз және мына қайнаған су. Мынау суы кеткенше шамалы күте тұрамыз, қызу керек. Одан соң кішкене май құйып, одан су құйып. Роллтонның жасалу басқаша екен. Бірінші өзін құрғағын қойып, одан кейін барып су құйып, одан соң бетіне осындай дәмдеуіштерін салып, көкөністерін салып, одан соң мынандай дәмдеуішінде салып жіберуге болады. Мына дәмдеуіштерден де өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Одан кейін барып мына екінші тұрған негізгі суптың рамьонын тоже қосатын боламын. Бірақ бұл су қайнағаннан кейін қосылу керек. Яғни екеуінің дайындалу рецепті екі түрлі. Сондықтан осылай жасау ойыма келді және жасамақпын. Міне бізде үйде бар ингредиенттердің бәрін қосып шықтым. Дәмдеуіштер қостым, сыр қостым. Одан соң бір жұмыртқа бар екен, оны да қосып жібердім. Ол қазір көрінбей тұр. Төменде қалып қойғандықтан көрінбей тұр. Міне суы, сорпасы осындай болып. Бізде дайын болып қалған сорпамыз. Сау болыңыздар.